Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Әлбек Шондас. Шөптөгөл мектеп Бөбекжай балабақша кешенінің 10 сынып оқушысымын. Менің болашақтағы бизнес жоспарым. Жалпы кинотеатр. Көпшілікке кинофильмдер көрсетуге арналған ғимарат не ғимараттың бір бөлігі. Ол экран тұрпаты бойынша кең пішінді, кең экранды, әдеттегі стереоскопиялық дөңгелек панорамалы кинотеатр. Залдардың құрамына қарай 1-2 кейде 3 залды кинотеатр. Арналығы мен қызметіне қарай балалар ересектер кинотеатры деректі фильмдік, қайта көрсетілімдік кинотеатр болып бөлінеді. Кинотеатр ғимараты көрмелердің залы аппараттық әкімшілік бөлімдерден тұрады. Жалпы мен осы кинотеатрды ашу бойынша Қаратөбе ауданының тұрғындарынан сұхбат алған болатынмын. Кіші кинотеатр ашудың жағымды жақтары: толық бос бизнес және бәсекелестіктің жоқтығы, минималды керекті қаражат 990 мың теңге, тез өз-өзін ақтауы. Жалпы ол кинотеатр өз-өзін 6 айда ақтап шығарылады. Қызмет спекторларының алуан түрлігі: 3D фильмдер, сұраныстағы 3D және кәдімгі форматтағы фильмдер. Кинотеатр ашуға кететін қаражат: жалпы 3D проектор, акустика, қабырға экраны, 3D көзілдірік, компьютерлерді алғанда менде 540 мың теңге жойылды. Қосымша кететін қаржы: құжаттарды рәсімдеуге 50 мың теңге, кресло 42 дана 400 мың теңге, транспортировкасы 50 мың теңге, монтажда 50 мың, бастапқы жарнама 30 мың теңге, барлығы 500 мың теңге құрады. Кинотеатрды ұстап тұруға кететін ай сайынғы шығын: жұмысшы механик 60 мың теңге, орын арендасы 40 мың теңге, салық 20 мың теңге, афиша 5 мың теңге, жабдықтар амортизациясы 25 мың, барлығы 7 мың теңге. Жобаның өзінің ақтауы: 1 айлық билет сатылымы. Кинозал аптаның 7 күні, оның ішінде 4 күн дүйсенбі аралығында бір кестемен, ал демалыс күндері жұма, сенбі және жексенбі бөлек кестемен жұмыс істейді. Жұмыс күндері 5 сеанс осы уақыттар аралығында жұмыс істейді, ал демалыс күндері сағат 10-нан кешкі түнгі 11-ге дейін жасайды. Жұмыс күні келуші саны 50% болсын дел. Сонда сеанстың 6-дан, демалыс күндері 75% болсын дел. Сонда бір сеанста 9-дан болады. Bir ayda 18 жұмысы күні және 12 демалыс күні болса, 126 билет сатылуы мүмкін. Билет бағасы сеанс уақытына және күніне байланысты әртүрлі болады. Орташа алғанда бір билет құны 500 теңге болады деп жорамалдаймыз. Билеттерден табыс айына 628 мың теңге, қаза табыс 478 мың теңге. Айына бұл әрине белгісіз жағдайда. Ал енді біз күтетін нұсқа бойынша жұмыс күндері 4 сеансқа 4 адамнан, яғни 16 билет. Сонда бір айда 208 билет. Демалыс күндері 5 сеансқа 6 адамнан, яғни 30 билет. Оны бір айда көбейтсек 360 билет сатылады. Барлығы бір айда 648 билет. Билеттерден табыс айына 324 мың теңге, қаза табыс 74 мың теңге. Айына сонымен жобаның өзін-өзі ақтауы 6 ай. Клиентке жеңілдік мақсатында 9 жастан төмен балаларға, зейнеткерлерге кейбір сеанстар тегін, ал ардагерлерге белгілі бір топ мүгедектеріне кез келген сеанс тегін. Біздің болашақ шағын кинотеатрдың проектісі. Назарларыңызға рахмет.